Барлықтарыңа сәлем, сіздермен мен Азамат Қандәулетұлы. Бүгінгі тақырып соңғы ми теленцефалон. Соңғы ми алдыңғы ми көпіршігінің туындысы болып келеді, яғни үлкен ми сыңарлары түрінде дамиды. Хемисферия церебри. Ал осы үлкен ми сыңарын екіге бөліп тұратын бізде фиссура лонгитудиналис церебри болып келеді. Және соңғы ми мишықтан үлкен мидың көлденең саңылауы фиссура трансверза церебри арқылы бөлініп тұрады. Және ми сыңарлары өзара бізде жүйке талшығынан тұратын сүйелді дене арқылы байланысады. Корпус каллозум оны медиалды бетінен көрсек болады. Соңғы мидың үш бедерін немесе беттерін алып қарастырамыз. Жоғарғы латеральды, осы жерде көріп тұрғанымыздай, медиалды және төменгі беттері. Жоғарғы латеральды беті бізде шығыңқы болып келеді. Медиалды беті бастапқыда тегіс болады. Және де жаңағы төменгі бөлігі тегіс, жиектері ал ортасы ойыс болып келеді. Себебі ми бағандарын алып тастаған кезде ол ойыс болып көрінеді. Және екі ми сыңары корпус каллозум арқылы сүйелді дене арқылы, яғни байланысып тұрады. Әрбір ми сыңарында бүйір қарынша болады. Ventriculus lateralis. Осы бүйір қарыншада ликвор сұйықтығы болады. Ликвор сұйықтығы айналымына қатысатын, яғни бүйір қарынша бізде үшінші қарыншамен байланысады. Үшінші қарынша сильвиев су құбыры арқылы төртінші қарыншамен, ал төртінші қарынша өз кезегінде жаңағы алдыңғы лекциялардан көрсеңіздер болады. Жұлынның анатомиясы дегенде жұлынның орталық, яғни өзегімен байланысады. Енді үлкен ми сыңарларының бедерінде иірімдер мен жүлгелер болады. Дәл осы жүлгелер бізде иірімдер түзеді. Және үш полюсын алып қарастырамыз. Полюс фронталис, полюс оксипиталис және полюс темпоралис. Жаңа айтып кеткен жүлгелерді бізде ми сыңарларындағы үш топқа біріктірсек болады. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік жүлгелер. Біріншілік жүлгелер терең орналасады және тұрақты болады. Әр адамда бар. Ал екіншілік жүлгелер бізде тұрақты, бірінші жүлгеден кейін дамиды. Үшіншілік жүлгелер бізде тұрақсыз, өзгергіш болып саналады. Яғни бірінші жүлге бізде sulcus lateralis, латеральды жүлге, немесе автордың аты бойынша сильви деп аталады. Дәл осы латеральды жүлгені ашып қарайтын болсақ, аралшықты, яғни инсуланы көреміз. Бұл sulcus lateralis, мына көріп тұрғанымыз маңдай үлесінен самай үлесін бөліп тұрады. Келесі жүлге sulcus centralis rolandi. Яғни бұл төбе үлесін алдыңғы және артқы бөліктерге бөледі. Және sulcus parieto occipitalis. Төбе шүйде үлесі. Екеуін бөліп тұратын жүлге болып табылады. Осы дәл үш жүлге біріншілік жүлгелер тобына жатады. Яғни терең орналасқан тұрақты жүлгелер. Келесі sulcus calcarinus немесе топшылық жүлге деп аталады. Дәл осы sulcus calcarinusta, яғни көру орталығы орналасқан. Sulcus calcarinusta нақты біз медиалды бетінен көрсек болады. Келесі sulcus precentralis, орталық жүлге және орталық алды жүлге. Және келесі sulcus postcentralis, орталық артқы жүлге. Бұл жүлгелердің барлығы айтып жатқанымыз иірімдерді түзуге қатысады. Яғни орталық алды иірім, орталық және орталық алды жүлгенің арасында жатса, орталық арты иірім, яғни gyrus postcentralis, орталық және орталық артқы жүлгелердің арасында жатады. Және самай үлесінде sulcus temporalis superior және sulcus temporalis inferior. Бұлар да өзара үш бөлікке бөледі: жоғарғы, ортаңғы және төменгі, яғни самай иірімдеріне. Келесі sulcus frontalis superior, жоғарғы маңдай жүлгесі, және sulcus frontalis inferior. Бұл да үш бөлікке бөледі: жоғарғы, ортаңғы және төменгі маңдай иірімдеріне. Sulcus lateralis silvi жүлгесі бізде алдыға қарай бағытталып үш түрлі тармағын береді. Ол тармақтары, яғни алдыңғы ramus anterior, ascendens, яғни жоғарылаған тармағы, sulcus laterali, сонымен қоса артқы тағы бір тармағын ажыратамыз, яғни ramus posterior sulci lateralis.
және sulcus intraparietalис алып қарастырсақ болады, төбе бөлігінде орналасқан жоғарғы және төменгі бөліктерге бөледі. Келесі иірімдер. Дәл осы жүлгелер арқылы бізде иірімдер бөлінеді. Ол қандай иірімдер дейтін болсақ, яғни gyrus frontalis superior. Жаңағы sulcus frontalis superiorдың жоғарғысында орналасқан, ал оның мына жағын sulcus precentralis шектеп тұрады. Келесі gyrus frontalis medius, sulcus frontalis superior мен sulcus frontalis inferiorдың арасында орналасқан, және gyrus frontalis inferior. Gyrus frontalis'тің inferiorдың 3 түрлі бөлікке бөлінеді. Ол бізде pars orbitalis, көріп тұрғанымыздай, бұл бөлігі, яғни pars orbitalis көз ұясының дәл төбесінде тұрғандықтан осылай аталады. Көз ұялық бөлігі. Келесі pars triangularis, ramus anterior мен ramus ascendens, және жоғарылаған тармақтардың арасында түзіледі. Келесі pars apercularis, жоғарылаған және артқы жүлгелердің арасында түзіледі. Gyrus precentralis негізгі қимылдатқыш орталық болып табылады. Яғни адамды теріс қаратып қараған кездегідей қызметтер атқарады десек болады. Себебі gyrus precentralis'тің жоғарғы бөлігінде аяқ пен тұлға бұлшықеттерін реттеп отыратын болса, ортаңғы бөлігінде қол бұлшықеттерін, ал төменгі бөлігінде бас пен мойын бұлшықеттерінің орталығы орналасқан. Және осы gyrus precentralis'те ең негізгі, яғни қыртыс жұлын жолы орналасқан болып табылады. Tractus corticospinalis. Яғни ол осы аймақта орналасқан 5-ші табақшасында орналасқан бетса жасушасынан басталады. Келесі gyrus postcentralis, яғни sulcus centralis мен sulcus postcentralis'тің арасында орналасқан, бұл негізгі сезімтал орталық болып табылады. Сезімтал орталық дегенде бізде ыстықты, ауырсынуды, мысалы, суық сезімдерді сезетін болады. Және тура орталық алды қатпар секілді де бізде жоғарғы бөлігінде аяқ пен, яғни тұлға бұлшықеттерінен әкеледі сезімдерді, ал төменгі бөлігінен бас пен мойынға келеді. Енді келесі иірімді алып қарастыратын болсақ, бөлікшені lobulus parietalis superior. Жаңағы gyrus intraparietalis арқылы жоғарғы және төменгі төбе бөлікшелеріне бөлінеді. Келесі cuneus медиалды бетінде жақсы көрінеді, яғни оны шектейтін sulcus parieta occipitalis пен вертикалды келген және sulcus calcareus шектейді. Тура мына сызық бойымен. Және келесі gyrus temporalis superior, латеральды жүлге мен жоғарғы самайлық жүлгенің арасында орналасқан. Gyrus temporalis medius, жоғарғы самай, ортаңғы самай жүлгелер арасында орналасқан. Және төменгі самай жүлгесінен астында төменгі самай иірім орналасқан. Gyrus temporalis superior, media және inferior. Келесі gyrus supramarginalis, бұл sulcus lateralis'тің біткен жерінде, яғни соңғы жиегінде орналасқан жүлге болып табылады, яғни жиек үсті иірім деп аталады осы жер. Gyrus supramarginalis. Және gyrus angularis, бұрыштық иірімді алып қарастырамыз. Бұл бізде бұрыштық иірім жоғарғы самай, яғни жүлгесі біткен жерінде, яғни бұрыш жасай отырып қалыптасады. Келесі бізде жаңа айтып кеткен болатынмын, 3 беті бар ми сыңарларының жоғарғы латеральды бөлігін талдап тастадық бетін. Келесі беті төменгі беті. Төменгі бетінде жүлгелер мен иірімдерді алып қарайтын болсақ, бірінші жүлге ол sulcus temporalis inferior, жоғарғы латеральды бөлігінде көрген болатынбыз. Sulcus occipita temporalis шүйде, яғни самай бөлігі. Шүйде мен самайды бөліп тұратын жүлге. Нәрседен көрсек болады.
және келесі sulcus collaterales, коллатеральды жүлге, sulcus calcarinus, жаңа айтып кеткен медиалды бөлігінен жақсы көрінеді деп, себебі жоғарғы латеральды бөлігінде аздаған бөлігі ғана sulcus calcarinus арқылы бөлініп тұрады. Sulcus calcarinus пен sulcus accipita parietalis екеуі арқылы бізде жаңағы cuneus иірімі түзілетін болып келеді. Және sulci orbitalis көзиялық жүлге, sulcus olfactorius. Sulcus olfactorius бізде bulbus және tractus olfactoriustың астында жатады. Жұп басымы нерві бізде сигналды қабылдаған кезде bulbus olfactorius арқылы tractus olfactoriusқа береді. Сол арқылы ми қыртысына жететін болып табылады сигнал. Дәл осы оң жағында бізде толық пішіні көрсетілген, ал сол жағында кесіп тастаған. Соның астында, яғни bulbus және tractus olfactoriustың бізде sulcus olfactorius орналасады, яғни жүлгесі, иіс сезу. Және sulcus hippocampi, sulcus renalis, бұл бізде латеральды жағынан ункусты шектейді. Мына жерде ункуста иіс сезу орталығы орналасқан ункуста, немесе парагиппокампалды иірімде орналасқан десек болады. Мына жерден көрсек болады. Енді иірімдер, осы жүлгелер арқылы бізде иірімдер түзіледі. Яғни gyrus accipita temporalis lateralis шүйде самай иірімі және медиалды шүйде самай иірімін алып қарастырамыз. Латеральды шүйде самай иірімі бізде жаңағы дорзолатеральды бетінен де көрінеді. Және шектері бойынша sulcus accipita temporalis пен шектеледі төменгі жағынан. Және медиалды бөлігі, медиалды иірім бізде sulcus accipita temporalis пен sulcus collateralis арқылы шектеледі. Келесі иірім gyrus lingualis. Жерден көрсек болады. Gyrus paragippocampalis, sulcus hippocampi және sulcus renalis арқылы шектеледі. Және ункус ілмек иіс сезу орталығы орналасқан. Және gyrus rectus тік иірім. Тік иірім бізде fissura longitudinalis cerebri мен sulcus olfactoriustың арасында орналасқан иірім. Және ең соңғы бізде жердегі sulci orbitalis пен аймағында орналасқан gyrus orbitalis. Келесі ми қыртысының негізгі орталықтары. Жаңа айтып кеткен жүлгелер әсерінен түзілген иірімдерде өзара орталықтар орналасқан. Ол орталықтар өте көп. Ал қазір біз ең негізгі орталықтарды талдап өтетін боламыз. Ол яғни бірінші сигналдық жүйеге жататын орталықтар, бұл 5 сезімтал және 1 қозғалтқыш орталық болып табылады. Gyrus postcentralisте дене беткейінен, теріден, бұлшықеттен, мысалы буындардан, яғни сезімтал импульстерді қабылдайды. Ал оның алдыңғы бөлігінде gyrus precentralis. Бұл бізде ерікті қозғалыстарды басқару, адамды теріс аударып қойғандай деп айтқан болатынмын. Жоғарғы бөлігінде аяқ пен тұлға бұлшықеттерін, ортаңғы бөлігінде қол бұлшықеттерін, ал төменгі бөлігінде бас пен мойын бұлшықеттерін орталықтар орналасқан. Және стереогноз орталығы lobulus parietalis superiorды көрсек болады. Бұл стереогноз орталығы негізінен көзді жұмып тұрған жағдайда белгілі бір затты берген кезде оның пішінін, яғни анықтай білуге көмектеседі. Есту орталығы немесе оны басқаша gyrus temporalis superiorда орналасады дейді, кейде гешлер қатпары, яғни sulcus lateralisте орналасқан деп айтады. Әр әдебиетте әртүрлі. Және көру орталығы cuneus орналасқан. Жерден көрсек болады. Cuneusты бізде sulcus calcarinus пен sulcus parietalis occipitalis шектеп тұрады, жаңа айтып кеткен. Және дәм сезу мен иіс сезу орталығы ункуста орналасқан. Негіз бұл ункус ішкі жағынан алып қарастырсақ жақсы көрінетін еді. Медиалды бетінен. Яғни дәм сезу, иіс сезу орталығы бізде ункуста немесе парагиппокампалды жаңағы иірімде орналасқан деп айтады.
Келесі, екінші сигналдық жүйе бізде екі сезімтал және екі қозғалтқыш аймақты көрсек болады. Бұл бізде ауызша сөйлеудің есту орталығы вернике аймағы, яғни сөзді түсінуге мысалы қатысатын орталық болып табылады. Келесі брока деп атайды, сөйлеу қозғалтқыш орталығы төменгі маңдай иірімде орналасқан, сөйлеуді қалыптастыру мысалы сөзді айтуға қатысады. Келесі орталық гирус ангуляристе орналасқан, яғни жиектік иірімде. Бұл бізде оқуды қамтамасыз етеді. Ал ең соңғысы гирус фронталис медиус, жазуды басқару секілді қызметтер атқарады. Яғни жазбаша сөйлеудің қозғалтқыш орталығы. Және сөйлеуден жоғары орталықтар бар. Бұл тану орталығы немесе центр гностики деп атаймыз, лобулус париеталис супериор, және праксия орталығы, қимыл әрекет дағдыларын жасай білу, гирус супрамаргиналисте орналасқан. Яғни заттарды тану мен түсінуге қатысса, гноксия орталығы, праксия орталығы бізде қимыл әрекет дағдыларын меңгеруге қатысатын болып табылады. Келесі, жаңағы үлкен ми сыңарларының медиалды бетінің бедерлері, яғни қатпарларын алып қарастыратын боламыз. Жаңа айтып кеткен сулкус корпорис каллози, бізде корпус каллозумды сүйелді денені шектей орналасқан. Сүйелді денені шектей орналасқан сулкус корпорис каллозиді алып қарастырамыз. Сонымен қоса сулкус сингули, бізде гирус сингулиді шектей орналасады. Және рамус маргиналис сульки сингули, бұл жерде жиегінде кеткенін көреміз. Бұл прекуниусты шектейді. Және сулкус париета оксипиталис, сулкус калкариунс куниусты шектейді. 5 пен 7 сандары. Сулкус гиппокампи, бізде сулкус корпорис каллозидің жалғасы болып келеді. Және сулкус коллатералис пен сулкус оксипита темпоралис, жаңағы төменгі бөліктерінде толық қарастырып кеткен болатынбыз. Гирус парагиппокампалис пен гирус оксипита темпоралис латералисті шектейді. Және бұл жерде негізгі білу керек, гирус сингулидің сулкус корпорис каллозимен және сулкус сингулиспен шектелгендігі, және бұл қатпарда белдеулік қатпар деп аталады. Мінез, құлық, ойлау қабілеті, эмоция сияқты, характер сияқты орталықтар орналасқан. Және ункуста иіс сезу, дәм тату орталығы орналасса, сулкус калкариунста топшылық жүргеде бізде көру орталығы орналасқан. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.